Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Біз үшінші модулімізді одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі төртінші тақырыбымыз контраст түрлері деп аталады. Алдыңғы дәрісте біз тем үшін үлгілерді қалай дайындау керектігін білдік. Енді сол үлгіні микроскопқа салғаннан кейін біз экраннан түрлі түсті немесе ақ-қара суреттерді көреміз. Бұл бейнелер қалай қалыптасады және оларды қалай дұрыс оқу керек. Міне бүгін біз металл құрылымын дұрыс интерпретациялауға мүмкіндік беретін негізгі құрал контраст туралы сөйлесетін боламыз. Контраст түрлері. Трансмиссиялық электрондық микроскопияда контраст материалдардың ішкі құрылымын элементтерін бір-бірімен ажыратудың негізгі әрі ең басты құралы болып табылады. Біз көріп тұрған суреттің барлығы осы контрастқа негізделген. Контраст түрлері мен олардың табиғатын түсіну бізге металл құрылымын ондаған дефектілерді дұрыс интерпретациялауға, яғни қатесіз тануға толық мүмкіндік береді. Ең алдымен темдегі контраст ұғымы нені білдіреді? Жалпы контраст дегеніміз кескіндегі көршілес екі аймақтың жарықтығының айырмашылығы. Темде бұл айырмашылық электрондардың материалдармен өзара әрекеттесуіне тікелей байланысты пайда болады. Металл ішіндегі әртүрлі құрылымдық аймақтар электрондарды бірдей өткізбейді. Кейбір жерлер электрондарды көбірек жұтады, немесе шашыратады, ал басқа жерлер оларды еркін өткізіп жібереді. Нәтижесінде біз экраннан түрлі детальдарды ажырата аламыз. Темде контрасттың қандай түрлері бар? Негізінен кескіннің қалыптасу табиғатына қарай контрасттың үш басты түрі ажыратылады. Массалық қалыңдық контраст, дифракциялық контраст, фазалық контраст. Әрбір контраст түрі металл құрылымының әртүрлі элементтерінің дефектілерін немесе атомдық қабаттарын көрсетуге арналған. Бұл әдістердің әрқайсысы өзінің нақты физикалық заңдылықтарына сүйенеді. Қазір біз осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз. Біріншісі, массалық қалыңдық контрасты. Аты айтып тұрғандай, бұл контраст үлгінің қалыңдығына және оның құрамындағы элементтердің атомдық массасына негізделген. Бұл ең қарапайым контраст түрі. Физикалық тұрғыдан қарағанда, егер үлгінің бір жері қалыңдау болса, немесе ол жерде ауыр элементтер орналасса, ол электрондарды көбірек жұтады және шашыратады. Тиісінше детекторға электрондар аз жетеді де, ол аймақ кескінде қараңғы болып көрінеді. Ал жұқа немесе жеңіл элементтері бар аймақтар жарық болып шығады. Массалық қалыңдық контрасттың металлургиядағы маңызы қандай? Бұл контраст әсіресе металл матрицасының ішіндегі түрлі фазалық бөлінулерді, тұнбаларды және қоспалардың анықтау үшін өте пайдалы. Мысалы, егер алюминий қорытпасының ішінде мыс немесе темір бөлшектері болса, олар массалық контраст арқылы ақ фонда қараңғы дақтар болып өте айқын көрінетін болады. Бұл бізге қорытпадағы элементтердің қалай таралғанын бағалауға мүмкіндік береді. Екінші, өте күрделі әрі маңызды түрі дифракциялық контраст. Бұл контраст тек кристалдық материалдарға ғана тән. Естеріңізде болса, металлдарда атомдар қатаң ретпен орналасқан. Электрондар осы кристалдық тордан өткен кезде дифракцияланады, яғни шағылысады. Дифракциялық контраст дәл осы кристалдық тордың бағытталуына және ондағы бұзылыстарға өте сезімтал келеді. Егер металл ішінде қандай да бір ақау болса, ол жерде электрондар басқаша шағылысып, кескінде контраст тудырады. Дифракциялық контраст қайда қолданылады?
Ол металлургиядағы ең басты құрал десек те болады. Осы контрасттың көмегімен біз дислокацияларды, егізденулерді және дан ішіндегі микрокернеулерді анық көреміз. Дислокациялар әдетте кескінде қараңғы жіңішке сызықтар немесе торлар түрінде көрінеді. Бұл мәліметтер металдардың неліктен берік немесе неліктен морт екенін, оның пластикалық деформацияға қалай ұшырағанын түсіндіріп беретін тікелей дәлел болып табылады. Үшінші түрі фазалық контраст. Бұл ең жоғары деңгейдегі контраст. Ол электрондардың тек жұтылуына немесе шағылысуына емес, электрон толқындарының фазалық айырмашылығына негізделген. Үлгіден өткен тікелей сәуле мен дифракцияланған сәулелер бір-бірімен қосылғанда олар кескіндегі фазалық контрастты тудырады. Бұл бізге материалды тікелей атомдық деңгейде, яғни атомдық құрылымдарды жеке-жеке көруге мүмкіндік беретін әдіс. Фазалық контраст арнайы жоғары ажыратымдылықтағы TEM режимінде кеңінен қолданылады. Бұл режимде біз металдың жай ғана дәндерін емес, оның ішіндегі атомдық торды атомдардың қатар-қатар қалай тізіліп тұрғанын, яғни қабат аралық арақашықтықтарды нақты көреміз. Егер тордың ішінде бір атом жетіспей қалса, немесе артық атом кіріп кетсе, яғни тор бұзылыстары болса, оны бірден көрсетеді. Бұл наноматериалдарды зерттеу үшін таптырмас құрал. Сонымен бізде осыншама контраст түрлері бар екен. Осыларды қалай дұрыс таңдаймыз? Зерттеу мақсатына сәйкес дұрыс контраст режимін таңдау алынған TEM нәтижелерін дұрыс интерпретациялауға мүмкіндік беретін басты шеберлік. Егер сізге ірі қоспаларды табу керек болса, массалық контрастты қолданасыз. Егер дислокацияларды санау керек болса, дифракциялық контрасты қолданасыз. Ал атомдардың орналасуын білгіңіз келсе, HR TEM режиміне көшесіз. Әртүрлі контраст түрлері бір-бірімен бәсекелеспейді, қайта бірін-бірі тамаша толықтырады. Материал туралы ауқымды ақпарат береді. TEM-дегі контраст түрлері және олардың қалыптасу механизмдері металлургиялық ішкі құрылымды терең зерттеудің кілті болып табылады. Кескіндегі қараңғы немесе жарық сызықтың неліктен пайда болғаны, яғни контраст механизмдерін толық түсінген маман ғана микроскоптың берген суреттерін дұрыс талдап, нақты инженерлік қорытынды жасай алады. Дәрісімізді бекіту үшін сіздерге өзіндік жұмыс тапсырмалары беріледі. Бірінші тапсырмада экрандағы 5 сұраққа жауап беріңіздер. TEM-де контрасттың қалай пайда болатын, массалық, қалыңдық, дифракциялық және фазалық контрасттардың қалыптасу механизмдері мен олардың айырмашылықтары өз сөздеріңізбен түсіндірулеріңіз қажет. Екінші тапсырмада осы контраст түрлері дұрыс таңдаудың металлургиялық маңызы туралы 5-6 сөйлемнен тұратын эссе қорытынды жазасыздар. Ал үшінші тапсырмада келесі беттегі кестені толтырасыздар. Бұл кестеде массалық қалыңдық контраст, дифракциялық контраст, фазалық контраст, сондай-ақ bright field, ашық өріс және dark field, қараңғы өріс режимдерінің қалыптасуы, механизмдері мен олардың металлургияда қандай нақты мақсаттарда қолданылатын жүйелеп жазып шығуларыңыз керек. Осымен біздің төртінші тақырыбымыз аяқталды. Барлықтарыңызға сабаққа зейін қойып, қатысқандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.